Давай. Ассалаумағалейкум, құрметті, қадірлі, қасиетті, киелі қазақ халқы. Мен бүгін жан-жақты тақырып қозғауға өзімді бел будым. Айтуға әлі айтатын сөздер көп. Мен бүгін мынау біздің қазақ халқының осыншама көріп атқан қорлығы, ашуы, оны да мені мән-жай шетте қалдырмады. Мені де жан дүниеме, жаныма батып жатыр. Біз осынша өмірге лайықтымыз ба деген маған осынша қорлыққа, осынша ата-бабамыз қалдырған жерде осынша сол қорлықты жалғастыруға келген ұрпақпыз ба деп кейде жаныма қатты батады. Біз ата-бабамыз осынша кең байтақ жерді қалдырып бізге, оны ұрпағым бақытты өмір сүрсін деп, осы жерде дамыған мықты елдің қабілетті мемлекеттерінің қатарына кірсін деп, осыншама жерге өздерінің басын тікті, өмірін тікті, өмірін берді. Ал енді біз сол ұрпақтың, сол бабамыздан қалған ұрпақтарымыз міне осынша қорлықта өмір сүру деген. Қолынан түк келмесе де қазақ халқы ең жақсы өмірге лайықты әлем бойынша, планета бойынша. Мен мынау депутат мырзалар құрметті, сіздерге айтам, біздің халық қолынан түк келмесе де ең жақсы өмірге лайықты. Планета бойынша қырылған 20 ғасырда репрессия, ашаршылық, екінші дүниежүзілік соғыс, қасірет, ыстық суық. 20 миллион қазақ өлді. Не көрмеді мына қазаққа, не көрсетпей жатсыздар? Болмайды ғой бұлай. Темірдің қожайыны бір қаңып келген үндіс. Темірдің қожайыны кореец. Айта берсе сөз көп. Бұл сонда бұл ұрпақтары, олардың ұрпақтары осы жер үшін өмірін берген жоқ қой, басын тіккен жоқ қой. Олар миллиардер болатындай. Болсын жарайды. Мына сол осы жерді қорғаған ата-бабасынан қалған мынау ұрпақтарына жақсылық жасау керек қой. Осы бәрін зерттей келе, мен бүгін бір шешімге келдім. Құрметті депутат, министр, қорғаныс министрі, бас прокурор, жеке компаниясы бар прокурор, мырзалар. Бір бап 4 тармақта, заң шығаруымды өз құзырыма бере тұрыңыздар. Бірінші тармақ. Жоқ, айтам. Бірінші тармақ, тыңдаңыздар. Бірінші тармақ. Мемлекет төңкеріске барған азамат. Өз отырған орнын өз басына асыра пайдаланған азамат. Жау жағына, қарсыластың жау жағына өткен азамат. Ол өлім жазасы болу керек қой. Екінші тармақ. Мемлекеттік мекемеде отырған орнын өз басына асыра пайдалана отырып, пара беріп, пара алған адамға. Мемлекеттік мекемеде отырып, пара беріп, пара алған адамға өлім жазасы. Бұл тек қана жаңа мемлекет басына отырған мінбедегі бірінші адамға касается. Бірінші. Үшінші тармақ бәріне касается. Бүкіл бәріне касается. Тапсырыс беріп, тапсырысты орындап, адам өмірін қиған адамға.
тапсырыс беріп, тапсырысты орындаған. Адам өмірін қиған адамға тоқ болу керек, стол. Тапсырыс бергенді, тапсырыс орындағанды бір-біріне қарама-қарсы отырғызып басу керек. Түтінін шығарып, крематория дейді, пеш, тоқ 2000-дық болып, газбен араласқан. Все, через компрессор. Өлігі де берілмеу керек. Неге? Құдай берген өмірді Құдай алады. Адам алмайды. А Құдайдың заңын бұзған адамды Құдай жазалайды. Құдайдың заңын бұзған адамды Құдай жазалайды. Қандай инвестор келмейді анау? Инвестор саған заказ бермейді ғой? Адам өлтірмейді ғой? Ол заңды бізден алып кеткен халық. Мен Скандинавия мемлекеттерді солардың заңын алып келсе деп, қандай керемет заң. Жан-жануарға арнаған заң бар. Адамның жеке басы, қадір қасиеті заңмен ерекше қорғалған, ерекше. Тесік көрші. Қандай 300 жыл соғыс көрмеген халық, 300 жыл соғыс көрмеген Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания. 300 жыл соғыс көрмеген халық қандай өмірде ғұмыр кешіп жатыр. Итке береді. Ал сонша осынша қырылып, ашаршылық түк көрмеген қазаққа болмайды ғой. Ана күлкілі қылып айтайын, мягкий, сладкий, жадный болмайды, жат болады ол. Ақымақ адам жоқ қой. Айтамыз, айтсақ сөз өледі, айтпаса сөздің атасы өледі. О дүниеге алып кету ол өзің ұрпағыңды, немереңді, болашағыңды тастап кетумен бірдей ғой. Болды ғой. Соларға қалдырамыз ғой, бітті. Проблеманың бәрін қазір шешуіміз керек. Ешқандай мемлекет бізге қарсы тұрмайды. Өз тағдырымызды өзіміз шешуіміз керек. Егерде жаңағыдай арамдату, қорқып, дірілдеп, бұл заң болмайды, анау келмейді, мынау келмейді десе, ол адам осы мынау қазіргі көріп атқан өміріне ол көнген адам. Полный соған көнген адам ол. Қалайды осы өмірді. Бардакты қалайды. Параны, тапсырыс беріп, тапсырыспен орындатып, адам сойғанды қалайды. Ол сондай адам. Ал өзгерісті қаласа, ғылым мен білім, технология, қазақтың тілі, дамыған технологияның тілі, ғылым мен білімнің тілі болса, оны қалағысы келмейді. Біздің ұрпағымыз сонша ата-бабамыз көрген мынау екінші дүниежүзілік соғыс болмағанда жоқ болып кететін халықпыз ғой. Көрген қасіретін біз жалғастырып, сонда ұрпағымызға тағы тастап кетуіміз керек па? Болмайды ғой бұлай. Бір адамның тағдырына. Не дейсің, Назарбаевқа не айтасыз дейсіз ба? Айтуға құқым бар. Неге айтпайын? Айтқанда қандай айтам? Конституция заңы бойынша өзімнің құқымды үндеуге айтуға, ол менің құқым. Заң аясында бар. Егерде оған қарсы болса заң онда қылмыс. Бұл формула математический, ешқандай несі жоқ мұның. Назарбаев бұл кісі айтты. Первый экономика, а потом политика. Ол үнемдеу деген сөз. Үнемдеу деген экономика деген. Жер асты үсті байлық қозғалмай жер астында жатса, вот соның мощнейший экономика дейді ғой. Қағазға салып, тарам-таразға салып олай. Ол қандай экономика ол? Саясат енді оны бөлек айта жатармыз. Екінші айтқан сөзі, мен өзім естігем. Бәрімізді қаратып қойып айтқан сөзі. Главное, это моя семья, а семья это мой опора, деді.
Бастапқы міндет, менің әулетім қымбат, менің күшім менің шаңырағымда деді. Аян. Менің күшім менің шаңырағымда. Ол қалай ол сонда? Ол қалай сонда? Осы мемлекеттің тағдырын шешу, бір адам осыншама қиыншылық көріп, бір адам бақытты өмір сүру. Көрсетті мені. Ал үшінші айтқан сөзі. Я люблю жизнь деді. А кто не любит жизнь? Я люблю жизнь. Все мы умрем. Когда-нибудь. Но каждый человек не живет, как по-настоящему. Мына өмірді құштарланып сүйсе адам, мына өмірді жан дүниесімен сүйсе, а неге басқа адамның өмірін қияды? Бәріміз өмір сүргіміз келеді. Құдай берген өмірді. Төртінші айтты. Бақытты болыңдар, табысты болыңдар деді. Қайдағы бақыт? Бақытты қолдан, табысты жолдан алды. Арғырата біздің мемлекетіміз болмаған деді. Шегеленбеген. Ата бабамыз ұлан қайыр жерді тастағанда, қашап мөрін басқан кезде, қандай мемлекет ол? Болмаған. Мен екі өмірді таңдаған адаммын. Өлсем, о дүниеде керіліп жатқаным. Тірі қалсам, бұл өмірде жайқалып өткенім. Менің арманым. Баю шіру емес, тарихта қалу. Нобель сыйлығын алу. Ана Швецияның кішкентай ғана алақандай үйінен барып. Менің арманым, құсым осы менің. Біздің халық әлемде дамыған, қабілетті, елу емес, 30-15 елдің, Япониямен сондай өмір кешсе, сондай ғұмыр бала-шағамыз, ұрпақтарымыз. Мен онда бақыттымын. Мен әсердің адамымын. Соғыс көргенмін. Құдайға шүкір. Ал өздеріңіз ой елегінен өткізіңіздер. Әлі талай сұхбат беремін. Алла қаласа, Құдай қаласа, Алла қаласа, Алла тағалам, жаным, Құдайым қаласа, алдарыңызда шығамын. Болды.